Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Дәл осындай тауық сирақтарынан керемет тағам жасаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде тауық сирақтары керек болады. Дәл осылай барлығын салып, біз маринадтаймыз қыздар. Картоп, сәбіз, қызанақ және де бізге пияз, сосын ас көк керек болады. Дәл осылай турап аламыз үлкен бөліктермен. Маған 3 дана картоп жетеді, өйткені біздің үйде адам саны аз. Сіздерде көп болсаңыздар, осыны екі еселесеңіздер болады. Қыздар, өте дәмді болып шығатын тамақ. Мен даусыма мән бермеңіздер, менің тамағым кішкене ауырып тұр. Дәл осылай ұсақтап, пиязымызды да турап аламыз. Көкөністеріміздің барлығын осылай турап, енді сәбізді турап аламыз. Қараңыздар, оны да үлкен бөліктермен тураймыз. Мінекей. Қалауларыңыз бойынша қалаған бөліктеріңізге бөлсеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден міндетті түрде кері байланыс күтемін. Сіздерге күнделікті керемет тағамдардың рецептерімен бөлісіп отырамын. Не тамақ жасаймын, кеш басталғандан біз қыздар, келіншектер дәл осы проблемамен жүреміз. Не тамақ жасаймыз кешке деп. Сол үшін сіздерге керемет идеялар беремін. Паприка саламыз, қыздар, мінекей. Паприканы салып, тұз саламыз татымына қарай. Тұзымызды салып болған соң, қыздар, майонез. Көп салмаймыз, қыздар. Қатты көп салсаңыздар, онша емес болып қалады. Сосын сұйық май татымына қарай, ол да көз мөлшерімен салдым барлығын, қыздар. Барлығын бірге араластырып аламыз. Дәл осылай араластырып, дәл осылай листің ішіне барлығын төгіп аламыз. Енді ыдыстың түбін кішкене шайқап, су құйып дайындап қоямыз. Өйткені өзінің суын өзіне құямыз. Қыздар, мінекей, көліндерімізді дәл осылай осы сеткасына жайғастырып шығамыз. Көліміз бөлек піседі бізде. Мінекей, барлығын осылай жайғастырып алдық. Енді оны духовкаға 180 градуспен салып аламыз. Барлығын екеуін бірге саламыз, қыздар. Міне осылай жайғастырып, суымызды құйып жібереміз. Дәл осылай піседі. Қыздар, өте дәмді тағам жасап көріңіздер, ешқашан өкінбейсіздер. Менің каналыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.